Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Бекзат. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі Наурыз көжесін әзірлейтін боламыз бүгін. Ол үшін салқын суға мен қыстан қалған жылқы етімен және жылқының қазысын салып, бір қайнатып, және де оның көбігін алатын боламын. Осылайша көбігін алып, мен етімді 2 сағат, 2,5 сағатқа қайнататын боламын. Орташа отта және де баппен осылайша қайнатып аламын. Өте оңай рецепт, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін мен салмасына құрт және де тары және де арпа, айран дайындап қойдым. Осыларды қолданатын боламын. Мен арпам жібіп тұру үшін үстіне жылы суымды құйып, оның бетін жауып бұқтырып қойдым. Енді мен етімді түсіріп алдым. 2,5 сағат ол қайнады. Енді мен сорпамды таза болу үшін оны сүзгіштен сүзіп алдым. Және де осылай қатты қайнап жатқан сорпаға мен арпамды салып, тағы да жарты сағат қайнататын боламын піскенше. Енді мен осы сорпамнан құртыма құйып аламын. Өткені құртты жібіп, оны мен қазір езетін боламын. Жібітіп, қазір езетін боламын. Сол үшін ыстық сорпадан құйып алдым. Мінекей осылайша құртымызды езіп аламыз сорпаға. Негізі Наурыз көжені әр жақта әртүрлі дайындайды. Бүгін мен осындай рецептпен сіздерге ұсынып отырмын. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ұнайтынына сенімдімін. Өте жеңіл, оңай рецепт. Мінекей енді манағы піскен етімді мен ұсақтап турайтын боламын. Менің қазым мана үлкендеу болды, бірақ жартысы май болғасын мен оны алып тастадым. Тек қана етін алып қалдым. Мінекей етімді турап болдым. Арпам да пісті. Енді мен осының үстіне шамалап тарымды қосамын. Тары негізі 5 минут, 7 минутта піседі. Мінекей бәрі дайын болды. Енді етімді саламын. Және де құрт езілген құртты қосып жатырмын. Осылай араластырып, үстіне енді айранымды құятын боламын. Мінекей достар, біздің Наурыз көжеміз дайын болды. Менің рецептім сіздерге ұнаса, жасап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментария қалдырыңыздар.